观众朋友，现在所来的是东布拉战斗队。东布拉有着悠久的历史，是哈萨克民族民间最流行的传统乐器，是哈萨克族的文化瑰宝，是哈萨克人的重要标志。 Hazır maydanda kirgen Kafir Tümler Dombra Orkestri, uzak vakit tarihaya Dombra, Kazak olduğunun halkı dərtörü müzik asbabı, Kazak medeniyetinin zavqarı, Kazak olduğunun sevgisi, tarihi var tausılmaz kazınalı, keng beyil, konak kumar şaz giderli, ırpağını söylеген Dombra'nın Kazak'ının talay sazı kaldı, ırpaklar ılagatta bozu öldü, baba jolun, dana jolun şazı kaldı. Kazak'ın Dombra'nın jolda kos kanatı kanaki, ayaklardan suak dövüzlere verildi. 是由500名阿塞县各族干部员工和体业员工组成的广场舞表演队。哈萨克是一个农村善良的民族，在长期的草原游牧生活中，他们认真捕捉生活劳动情节，仔细观察动物体态特征，改编了许多与生活环境密切相关的舞蹈，以此深切表达他们热爱生活的心理环境。 Hazır maydanda kirgen 500 adamдық Ақсайдың әрі кәді жұмыс қызметкерлерінен және кәсіпорын қызметкерлерінен құралған алаң биге үйлесі. Қазақ ұлты тамыршыға ән салып, ұрала биге басатын жарқын болашақ тамаша тұрмысты толық бейнелейтін ақ жарқын қасиет болды. Осы уақыттық көшпелі тұрмыс барысында еңбек істеу, аң аулау сынды қимылдарды сүйіспеншілікпен байқап, тұрмысқа үйлесетін көптеген билер жасап, тұрмысқа деген сүйіспеншіліктерін бейнелеген. Мінекей қазақтың қарагөз ару қыздарына ыстық ықыластарыңызды білдіріп отырыңыздар.
қазақ салтында қызып бара жатқанда жолда кездескен ауылдар жолға арқан беріп тұрған түйе мұрынды ұқсайды. Одан шашын шашып қарсы алып, қосындатып, жер аралығы алыс болған жағдайда тіпті қонаққылап қалады.走过了无数的血血风雨，今日今日，在河水之上，马尽管是在战争中但他依然是哈萨克中草原生活离不开马。